Бүгін біз сіздермен бірге таңғажайып саяхатқа аттанамыз. Жер планетасының ғажайып материктерін шарлаймыз. Әр материк өзіндік ерекшеліктерімен, табиғатымен, халықтарымен ерекшеленеді. Біз бүгін сіздерге әр материктің қызықты деректерімен бөлісіп, олардың әртүрлілігін тамашалауға мүмкіндік береміз. Әлемдегі ең үлкен материктерді бірге зерттейік. Сіздерді бізбен бірге осы қызықты саяхатқа шақырамыз. Біздің саяхатымызды әлемдегі ең үлкен және ең көп халқы бар Азия материгінен бастаймыз. Азияның аумағы соншалықты үлкен, ол жер бетінің шамамен 30%-ын алып жатыр десеңізші. Бұл шамамен 44 миллион 580 мың шаршы километр. Азия табиғатының әртүрлілігімен таң қалдыратын материк. Мұнда биік таулар, кең жазықтар, ыстық шөлдер мен мәңгі жасыл ормандар кездеседі. Гималай тауларында әлемнің ең биік нүктесі Джон Эверест шыңы орналасқан. Азия халықтары да өте әртүрлі. Әр халықтың өзіндік мәдениеті, тілі, діні және салт дәстүрі бар. Азия әлемдегі ең ежелгі өркениеттердің бесігі. Бұл материкте Үндістан, Қытай, Жапония сияқты әлемдегі ең ірі мемлекеттер орналасқан. Азия әлемдік экономиканың маңызды орталығы болып табылады. Азия құпиялары мол, тылсым материк. Бұл материкті зерттеуге, оның мәдениеті мен тарихымен танысуға бір өмір жетпейді, десек артық айтқандық емес. Саяхатымызды әлемдегі ең ыстық материк Африкада жалғастырамыз. Африка адамзат өркениетінің бесігі саналады. Африка әлемдегі ең ұзын өзен Нил өзені ағып өтетін материк. Нил өзенінің ұзындығы 6650 километрді құрайды. Африканың аумағының көп бөлігін Сахара шөлі алып жатыр. Африка жабайы табиғатымен ерекшеленетін материк. Мұнда арыстандар, пілдер, жирафтар, зебралар, бегемоттар сияқты көптеген жануарларды кездестіруге болады. Африка халықтары да өте әртүрлі. Әр тайпаның өзіндік мәдениеті, тілі және салт дәстүрі бар. Африка музыкасы мен биі бүкіл әлемге әйгілі. Африка даму үстіндегі материк болғанымен, оның болашағы зор деп сенеміз. Енді Солтүстік Америкаға сапар шегеміз. Бұл материк әлемдегі ең дамыған елдердің бірі, Америка Құрама Штаттары орналасқан аймақ. Солтүстік Америка аумағы жағынан әлемде 3-ші орында. Мұнда әлемдегі ең ұзын тау жүйесі Рокки таулары бар. Рокки тауларының ұзындығы 4830 километрді құрайды. Солтүстік Америкада әртүрлі климаттық белдеулер кездеседі. Арктикалық тундрадан бастап, субтропикалық ормандарға дейін. Солтүстік Америка мәдениеті мен тарихы бай материк. Бұл материкте Америка Құрама Штаттарымен қатар Канада, Мексика сияқты елдер орналасқан. Chapter 4. Жасыл желегі желбіреген Оңтүстік Америка. Келесі аялдауымыз Оңтүстік Америка. Бұл материк әлемдегі ең ылғалды материк болып саналады. Оңтүстік Америкада әлемдегі ең үлкен тропикалық орман Амазонка орналасқан. Амазонка ормандары жер планетасының өкпесі деп аталады. Себебі олар атмосфераға оттегінің үлкен бөлігін бөліп шығарады. Оңтүстік Америка футбол ойыны кең тараған аймақ. Бразилия футболдан әлем чемпионы атанған. Оңтүстік Америка табиғаты әсем, мәдениеті бай материк. Бұл материкті аралап, оның әсемдігіне көз жеткізуді ұсынамыз. Chapter 5. Енді жер планетасының ең суық және ең құрғақ материгі Антарктидаға сапар шегеміз. Антарктида әлемдегі ең үлкен мұздықтар орналасқан аймақ. Бұл материкте пингвиндер, итбалықтар, киттер сияқты жануарлар мекендейді. Антарктида ғылыми зерттеулер жүргізу үшін өте қолайлы аймақ. Мұнда әртүрлі елдердің ғылыми станциялары орналасқан. Антарктида бейбітшілік пен ынтымақтастық материгі болып саналады. Chapter 6. Саяхатымызды Еуропа, әлемдегі ең тығыз қоныстанған материкте жалғастырамыз. Еуропа, ежелгі Греция мен Рим өркениеттерінің бесігі. Бұл материкте Франция, Италия, Германия, Испания сияқты әлемге әйгілі елдер орналасқан. Еуропа, мәдениеті мен тарихы бай материк. Мұнда әлемге әйгілі мұражайлар, театрлар, галереялар орналасқан. Еуропа, әлемдік туризмнің орталығы болып табылады. Chapter 7. Ал енді әлемдегі ең кіші материк Австралияға сапар шегеміз. Австралия кенгурулар, коалалар, ехидналар сияқты ерекше жануарлар мекендейтін аймақ. Австралия ұлы тосқауыл рифі орналасқан аймақ.
Улы Тоскаул рифі әлемдегі ең үлкен маржан рифі болып табылады. Оның ұзындығы 2300 километрді құрайды. Австралия табиғаты әсем, мәдениеті ерекше материк. Аутро. Құрметті көрермендер, бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Сіздермен бірге әлемнің 7 материгін аралап, олардың ерекшеліктерімен таныстық. Әр материк өзіндік әсемдігімен, мәдениетімен және тарихымен ерекше.